Бүгінгі шығарылымда бізді кім қаржыландырады? Жеке меншік немесе жалға алу? Бізге жемқорлықпен күресудің қажеті қанша? Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен жұмыс қалай жүруде? Сәлем достар, сіздермен бірге Инабат және бұл Genesis Life. Осы айда біз Қазақстан бойынша офистер ашудамыз және күн сайын неше түрлі сұрақтар қоятын әртүрлі адамдармен кездесіп, оларды көбінесе қандай сауалдар қызықтыратынын түсіндік. Және осы мамыр айын білім айы деп жариялап, сіздердің ең өзекті және жиі қоятын сұрақтарыңызға нақты жауап беретін боламыз. Дайындалыңыздар. Ақпарат түсінуге қиын болуы мүмкін. Кеттік. Бірінші сұрақ. Genesis системасын кім қаржыландырады? Болашақтың сәулетшілері жобасының авторы және ТДФ фонды мен Genesis системасының негізін қалаушы Марат Абиев. Ол қазіргі кезде мұнай бизнесімен айналысады және біздің жобамыз соның негізінде қаржыландырылады. Көп адамдар Марат қаражатты адал жолмен тапқан ба деп сұрайды. Шындығына келгенде, мені де бұл сұрақ ойландырған болатын. Ал жауапты Марат Абиевтің осыдан 8 жыл бұрын, яғни 2013 жылы жазған кітабынан алдым десем де болады. Кітап Қазақстандық арман деп аталады. Айтпақшы, бұл кітап меломан нұсқасы бойынша 3 жыл бестселлер болған. Кітапта Марат Абиев бәрін қалай бастағанынан бастап, Қазақстандағы ең жас долларлық миллионер деңгейіне қалай жеткендігі жөнінде жазған. Бұл өте ұзақ әңгіме, егер қызық болса, төмендегі сипаттамадан сілтеме арқылы кітапты жүктеп оқи аласыз. Қаражаттың қайдан келіп жатқанын түсіндік. Енді кейбіреулер мұның Маратқа қажеті қанша, неге ол мұндай нәрсемен айналысуда дейді. Бұл сұрақтың жауабын 3 жерден таба аласыз. Бірінші жауап 8 жыл бұрын жазылған Қазақстандық арман кітабында. 108 бетіндегі тәуекел есті адамдардың ісі тарауында жазылған. Екінші жауап, бұл өткен жылғы болашақтың сәулетшілері жобасы. Көбіңіз байқамаған боларсыз, бірақ жобаның негізгі атауы Қазақстандық арман. Және бұл сол кітаптың жалғасы деуге болады. Фильмде Мараттың мақсаты атасының арманын жалғастыру екендігін айтады. Ал үшінші жауапты системаға тіркеліп, альфа Genesis статусына ие болған уақытта біле аласыздар. Барлық үшеуімен танысып болғасын, Марат мұның барлығын не үшін істеп жатқанын түсінесіздер. Мараттың онсызда керемет жобасы бар. Оған жемқорлықпен күресудің қажеті қанша? Марат Абиев бұған дейін де ұзақ уақыт бойы жемқорлықпен күресіп келді. 2016 жылы ол өзінің жанармай құю бекетінің жобасын жүзеге асыруды ойлап жүргенде, жоспарының жүзеге асуына мүмкіндік бермеген көкелерге жемқорлыққа кездеседі. Жалғыздың үні шықпас демекші, ол жалғыз өзі мұнымен күресе алмайтынын түсінеді. Ал 2020 жылы болашақтың сәулетшілері жобасы жарияланды. Бұл кезде де жемқорлық мәселесін айналып өте алмадық. Оқиға қайталануда. Сондықтан өздеріңіз білетіндей жемқорлықпен күресті Genesis системасының көмегімен жүзеге асыруды жоспарладық. Және система өзінің оң нәтижесін көрсете бастады. Жемқорлыққа қарсы күрес қалай жүргізілуде? Бастапқыда біздің стратегиямыз былай болған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен бірігіп, 10 000 батыр жинап, жаппай пара беру арқылы шенеуніктерді қамауға алу болатын. Естеріңізде болса, болашақтың сәулетшілері жобасында айтқандай, баскесер аңшылар сияқты істегіміз келген. Және бұл қоғамды жемқорлықтан тазалау процесін жеделдетуге көмектеседі. Бірақ депутаттар бізге және антикорға бұлай жасауға тыйым салды. Депутаттар құқық қорғау немесе арнайы мемлекеттік органдардың қызметкерлерінің қылмысты арандатқан үшін қылмыстық жауапкершілікті көздейтін түзету енгізді деп сұрады заң жобасын талқылау кезінде мәжіліс депутаты Василий Олейник. Әрине, қазір сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет депутаттардан шенеуніктерді арандатуға қатысты заңнамалық тыйым салуды алып тастауды сұрауда. Бірақ мұның ойдағыдай болатынына күмәніміз бар. Қазір арандату провокация. Заңсыз болып табылады. Ал біз өздеріңіз білетіндей заңды бұзбаймыз. Сол үшін біз арандату туралы заңды бұзбайтын басқа стратегияны ұстанып, Genesis системасындағы анонимдерді ойлап таптық. Неғұрлым анонимдер көп болған сайын, соғұрлым жемқорлық туралы мәліметтерде көп болады. Ал жемқорлық туралы мәліметтер көбейткен сайын, түрмеге отыратын жемқорлар да көбейеді. Сондықтан біз қазір Genesis системасына тіркелушілер санын көбейтуге тырысып, Қазақстан бойынша системаның
системаның жұмысымен таныстыратын офистер ашып жатырмыз. Айтпақшы, қазірдің өзінде система жақсы нәтиже көрсете бастады. Біздің Альфа-Генезис Асхат құқық қорғау органдарымен бірге 3 қылмыскерді ұстаған болатын. Бұл туралы Genesis Life бағдарламасының Инстаграмындағы бірінші шығарылымынан көре аласыздар. Бізде жақында жариялағымыз келетін тағы да бірнеше істер бар. Біз оларды бірден жариялай алмаймыз, себебі әлі сот үкімі шыққан жоқ. Ал енді бізде қандай қиындықтар бар? Ең басты қиындық біздің басымызда. Ол қорқыныш. Адамдар осы қорқыныштың кесірінен жеме-жемге келгенде шешімдерінен айнып қалады, арыз жазуға қорқып жатады. Бірақ қорқудың қажеті жоқ. Неге? Себебі шындығында керісінше шенеунік сізден қорқады. Оны пара алу қылмысы бойынша құрықтаған кезде оның барлық отбасы, туыстары одан теріс айналады. Себебі ол дұрыс жасаған жоқ, және ол қылмыскер. Бұрынғы экс-министр Біртановтың фотосын қараңызшы. Ол ұсталғаннан кейін барлық одан теріс айналды. Себебі олар бірінен соң бірі ұсталады деп ойлап Біртановқа жақындамайды. Тіпті телефон тыңдалады деген оймен қоңырау шалудан да қорқады. Жемқорлар шын мәнінде өте қорқақ адамдар. Және шенеунік өзін ұстап берген адамдардан кек алды деген мәліметті еш жерден таппайсыз деп сенімді түрде айта аламын. Марат Әбиев бұған дейін 15 жемқор адамды отырғызды. Және одан ешкім қазір кек алып немесе жемқорлықпен күресуге ешкім кедергі келтіріп жатқан жоқ. Ал сол 15 адамның ішінде жай емес адамдар да болды. Бұған қоса, біз системаның әр тіркелушісіне, яғни жемқорлық туралы хабарлаған адамдардың қауіпсіздігіне жауап береміз. Сөзбен емес, құжат бойынша. Қазір мұның қалай жұмыс істейтінін көрсетемін. Сізге ол үшін бар болған ұялы телефоныңыз қажет. Ұялы телефоныңыз арқылы жеке кабинетіңізге кіріп, менің шарттарым бөліміндегі танысу мен қол қою батырмасын басасыз. Осы кезде қауіпсіздік туралы келісім шығады. Келісіммен танысып, ЖСН нөміріңізді көрсетіп, жеке куәлігіңіздің нөмірін жазып, және қай орган бергендігі жөнінде көрсетіп, астыңғы жағына қолыңызды қоясыз, және қол қою батырмасын басасыз. Оған қоса тағы бір жақсы жаңалық, біз Қазақстан бойынша 2049 сенім телефонын іске қостық. Көрсетілген нөмір арқылы қоңырау шалып, бопсалау, ақша талап ету фактісі бойынша хабарлай аласыздар. Қазақстан бойынша ұялы телефонмен хабарласу тегін, қорықпаңыз, біз сізге көмектесеміз. Төртінші сұрақ. Неге тиімді менеджердің жасы 21-ден 35-ке дейін? Өткен жылы жобамызды жариялау алдында біз канадалық, америкалық университеттермен келіссөз жүргізіп, оларға 1 жылдың ішінде агроөнеркәсіп саласындағы мықты мамандарды дайындап шығуы туралы талап қойғанбыз. Олар ендеше мұндай жағдайда жас шектеуін қоюға жеттеп, өз пікірлерін бірнеше мақаламен бекітті. Мақалалардың біреуінде Джошуа Хартсхорн мен Лора Джермайн атты атақты психологтар көп жылғы зерттеулеріне сүйене отырып, адамның миы 21-ден 35 жас аралығында белсенді жұмыс істейді, және адам бұл жаста тез дамуға, білім қабылдауға қабілетті болады деген қорытындыға келеді. Біз бұл шектеулермен ешкімді шеттеткіміз келмейді, және біз үлкендерді құрметтейміз әрі сыйлаймыз. Біз бар болғаны ғалымдардың ұсыныстарын басшылыққа ала отырып, жобаның жұмысы тез басталу үшін тек тиімді менеджерлердің жасына осындай шектеу қойдық. Кез келген жасы 36, 37, 40-тағы ересек адам біздің эко-жүйемізден жалақысы айына $2000 басталатын басшы лауазымдарына ие болады. Бұл Genesis системасына тіркелушілерге де қатысты. Яғни кәмелеттік жасқа толғандар Genesis Альфа-Генезис аноним статусын ала алады. Кейбір адамдар, менің жасым 35-те, мен Genesisке тіркелгем. Егер кейін жоба басталғанда 36-та болсам, тиімді менеджер ретінде жұмыс істей аламын ба дейді. Әрине, бастысы сіз системаға тіркеліп, тиімді менеджерге келісім шарт жасаған уақытта жасыңыз 35-тен аспауы керек. Бесінші сұрақ. Жер жеке меншікке ме әлде жалға берілуі керек пе? Жақында Қазақстанда ауыл шаруашылығы жерлерін жеке меншікке немесе азаматтарға жалға беру туралы мәселе көтерілген. Жер комиссиясы өткен болатын. Және бізден нақты жеке меншік немесе жалға алу қайсысын таңдайсыздар деп сұрайды. Жеке меншік немесе жалға алу сұрағына қатысты біз жалға алуды таңдаймыз.
Бірақ болашақтың сәулетшілері жобасының фильмінде және петицияда біз жеке меншіктен де бас тартпаймыз деген болатынбыз. Қазір неліктен мұндай позицияны ұстанатынымызды ашып түсіндіргім келеді. Бір жыл бұрын болашақтың сәулетшілері жобасын жазған уақытта жерге байланысты сұрақтарды талқылау үшін билік басындағы шенеуніктермен кездестік. Бізге бос жер жоқ. Бірақ банктер мен қаржылық институттарда несиесі төленбеген латифундистердің кепілдікте қолданылмай тұрған жерлері бар деген болатын. Бұл жерлерді біз 49 жылға жалға және бұрынғы жер иесінің қарызын төлеу арқылы ала аламыз. Ақпарат қиын, сондықтан сіздерге түсінікті болу үшін былай түсіндіріп көрейін. Мысалы, 5 миллион гектар жерді 5 жер үй деп алайық. Біз осы 5 үйді алу үшін нарыққа келдік. Бізге нарықта бос үй жоқ, тек банкте кепілдікте тұрған қарызы бар үйлер бар. Оны банкир Бәкеден ала аласыздар дейді. Біз банкир Бәкеге барып сөйлестік. Ол бұл үйлерді алуларыңа болады. Тек бұрынғы иелерінің ипотекасын төлеулеріңіз керек. Сол кезде үйлер 49 жылға сіздерге жалға беріледі деді. Неге жалға? Себебі банкир Бәке уақытында өте үлкен техникалық қате жіберген деуге болады. Ол арендадағы үйлерді кепілдікке алып және осы кепілдікке ақша береді. Бұл мысалы мен Крыша KZ арқылы жалға пәтер алып, кейін банкке несие алуға барып, сол жалға алған үйді кепілдікке қойған сияқты көрінеді. Бұл дұрыс емес. Банкир Бәкемен сөйлескеннен кейін біз потенциалды тиімді менеджерлерге жолықтық. Себебі үйлер біздер үшін емес, олар үшін. Біз олардан үйлердің қарызын төлей отыра 49 жылға жалға алуға дайынсыздар ма деп сұрадық. Олар әрине, біз бұрынғы иелерінің қарызын төлеуге дайынбыз, егер бұдан кейін үй бізге жеке меншікке берілсе. Ал егер несиені төлегесін үй жалға берілетін болса, бұл әділетсіздік болады деді. Осыдан кейін біз мемлекеттен тиімді менеджерлер үшін жеке меншікті сұрауымыз керектігін түсіндік. Бір қарағанда бәрі жақсы сияқты. Бірақ егер мемлекет Қазақстанның әр азаматы үшін ауыл шаруашылығы жерлерінің жеке меншігін енгізсе, жердің бағасы өсіп, жоғарыда айтқан банкир Бәкеміз бұл жерлерді өз жеке меншігіне алып кетеді. Соңында біз жұмыссыз, ал тиімді менеджерлер жерсіз қалады. Яғни, жерді жеке меншікке өткізу туралы заң шықса, бізде оны банкирлер мен латифундистерден қазіргідей заңды тартып алатын құрал болмайды. Бір жағынан банкирлерде түсінуге болады. Олар кезінде халықтан депозит жинап, халық пен банктерге пайда әкеледі деген үмітпен латифундистерге қаражат салған болатын. Бірақ ойдағыдай болмады. Нәтижесінде егер мемлекет біздің тиімді менеджерлерге бұрынғы латифундистерге бергендей қарызы жоқ жерлерді ұсынатын болса, онда 49 жылға жерді жалға алуға болады. Ал егер мемлекет біздің тиімді менеджерлерге бұрынғы латифундистердің қарызын төлеуді міндеттесе, онда біздер заңды түрде жерді жеке меншікке тек қана жастарға, тиімді менеджерлерге беруді ұсынамыз. Бұл ең тиімді шешім. Банкирлерде өз қарыздарын қайтарады, жерлерде латифундистерге, олигархтарға берілмейді, ал 5000 гектардан жеке меншік жерлер еңбекқор жастарға берілетін болады. Яғни, ешкім ұтылмайды. Бүгінге біз бір ай бойы сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретінімізді естеріңізге саламын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырып, әлеуметтік желідегі парақшаларымызға жазып, 2049 сенім телефонына хабарласып немесе телеграм чат арқылы біздің генезистерге сауалдарыңызды қоя аласыздар. Аман сау болыңыздар.